Бәріңе сәлем, менің есімім Айдос. Толығырақ айта кететін болсам, Қызыренов Айдос Жанайұлы. Мәдениет саласының қызметкері болып табыламын, және де дауыс және дикция үйірмесінің жетекшісімін. Жалпы балық шаққа келетін болсақ, балық шағым өте қызықты өтті десем де болады. Далада асыр салып, таңдан кешке дейінгі үйден кетіп қалып, қашып жүретін кездер ғой, балық шақ. Көрші балалармен бірге ойнап, сынып жетекшінің көршім болатын. Содан тығылып ойнап жүретінбіз. Көріп қалса болды, Айдос үйге кірді. Айғайлап, неғып жүрсің деп. Сөйтіп өстік. Тәтті естеліктері де бар. Бірінші сыныптан бастап, Бірмағамбет Қолдасбаев атындағы орта мектебінде оқыдым. 1 мен 6 сынып аралығында оқыдым. Және де одан кейінгі 7-11 сыныптарда Амангелді орта мектебіне ауысып, белгілі бір себептер болды. Содан кейін ауысып, сол мектепте білім алған болатын. Амангелді орта мектебінде 11 сыныпты бітіріп, түлеп ұшып, оқуға үлкен өмірге аттандық. Мектеп кезінде көп қызықтар өтті. Кішкентай кезімде сабақтан қашып дегендей мынандай бір қызық болды. Сенбі күні ойдым, суббота күні барлығымызды қосымша сабаққа шақырды. Сол кезде барлығымыз бардық. Отырмыз, оқығым келмейді, үйге кету керек. Сосын апай, сыртқа шығып келейін дедім. Сосын дәретхана жаққа бардым да, үйге қарай тарттым. Үйге кірдім. Сабақ бітті ме дейді, бітті дедім. Сосын тәтем айтам, тәтем барып, сумкамды алып келші, бір мектептен деп. Сондай неше түрлі қызықтар болған. Сабақты оқыдық әйтеуір. Мектеп кезінде рэппен де айналыстық, қызық көріп. Жалпы кішкентай кезімнен осы өнерге қызығатынмын. Журналист болсам, или актер болсам деп. Сосын балалармен жүрдік. Ол кезде енді Ашқазақ дегендер болды ғой, неше түрлі. Көптеген қазақтың рэперлер шығып атты, ДМХ деп. Соларға еліктеп әйтеуір өзіміз айтып көрейікші деп. Андай қарапайым наушниктер болады ғой, микрофоны бар. Сондайды сатып алып, өзімізше рэп жазып, болмаса интернеттен ала салып сөздерді. Мен үйіме шақыратын балаларды, ол кезде Ақжол, Бекжан деген балалар болды. Солармен араласып әйтеуір рэпер болғанбыз. Атилла, Рикки деп неше түрлі аттар қойып алып, махаббат жайлы әйтеуір елім, жерім деп неше түрлі рэптер айтқан болатынбыз. Әртүрлі тақырыпта. Ең бірінші оқыған рэп. Білмеймін, қыздарға арналған рэптер шығар. Әйтеуір мектеп кезде ғашық болып, сөйтіп әйтеуір махаббат жайлы, Амангелді жайлы өлеңдер оқыдық, рэптер айттық. 2016 жылы осы Амангелді орта мектебін аяқтап, ұлттық бірыңғай тестілеуді тапсырып, жоғары деңгейде тапсырып, Қостанай қаласына оқуға түстім. Өзім жалпы Қостанайда қаладым, оқуға түсуде жақын, бір жағы жақсы қала. Ең алғаш осы бірінші курсқа түскен кез Қостанай мемлекеттік педагогикалық институтына оқуға түстік. Қазіргі Ахмет Байтұрсынов атындағы университет. Көптеген қызықты жағдайлар болды, көптеген достар таптым. Ол кезде бірінші курс білмейміз, ешкім танымаймыз. Әйтеуір достар тауып, группамызда 3 жыл болды. Данияр, Нұрболат деген жігіттер. Сол үшеуміз бір-бірімізден танысып алып, әйтеуір Торғайдың жігіттері болды. Торғайдың балалары ғой деп, әйтеуір өзіміздің жақтың балаларын тартып, сөйтіп араласып, жатақханада бірге тұрайық дедік. Сосын бір бөлмеде тұрып, сөйтіп араласып, достасып кеттік. Ең басында енді мен үйде тұрдым, туыстарымда. Бір семестр үйде тұрдым. Үйде тұрғаннан кейін қызықсыз екен. Студенттік өмірдің бір түрлі түсіне алмайсың. Басқа балалар жатақханада, бүкіл қызықтардың бәрі жатақханада жүргендіктен. Мен үйде әйтеуір өзімен өзім сабақ оқимын. Көшеге шығам. Шығатында ешкім жоқ. Ол кезде әйтеуір сыныптастармен бірге жүретінбіз. Студенттік кездегі студент группаластармен әзірге дұрыс араласа алмаймыз, біріміз танымаймыз. Сөйтіп жүріп, енді бірінші семестр аяқталуға жақындады. Сол кезде енді демалыс болған сайын суббота воскресеньеде үйге баруға асығатынбыз. Үйді қимай, басында бәрінде де болады ғой, жалпы. Үйді қимай, үйді сағынып, ата-анаңды сағынып, ауылды сағынып, әйтеуір кейде жылап алатын.
жалпы енді бірінші семестр аяқталды. Сессия кезі, сессияны білмейміз ғой, қалай тапсырамыз, не болады. Әйтеуір жоғары курстағылардан естідік, келдік. Мен ол кезде басталатын 1-2 күн бұрын ауылда айтқым. 16 желтоқсанда демалыс береді ғой, жалпы 4 күндей. Сол кезде ауылға кетіп қалдым. Ауылда жүргенсің, сессия жаттап жүрмейсің ғой, жүресің. Үйде боласың, үйдің тірліктерін жасайсың. Сосын демалыс бітті. 1 күн қалды. Қалаға бардым, таксимен кешігіп бардық. Сол кезде сессияны жаттаған жоқпын сұрақтарын. Сол алғашқы сессияда құлаған болатын. Құлап, летник деген болды. Соған қалып, сондай қызықтар болған. Содан бір сабақ болды. Сессияға бейге қарамау керек деп, дайындалу керек деген секілді. Содан келесі сабақтарды уже жақсы деңгейде тапсырып, 5 алып, ата-анамызды қуантып, енді басында айтқан жоқпын үйдегілерге. Уайымдайды ғой деп, біраз уақыттан кейін бірақ айтқан болатын. Өзі біраз ұрыс естіп. Содан кейін енді сессиядан кейін, жалпы енді жатақханаға көшуді ұйғардым. Жатақханада көптеген қызықтар болды. Бірге де жүресің балалармен, группаластарыңмен, сабақты да бірге оқисың, әйтеуір ақылдасып жүріп. Универде жақын болатын. Сөйтіп жүріп жатақханаға көштім. Сол жаңағы Данияр Нұрболаттармен бірге тұрдым. Үшеуміз бір бөлмеде сөйтіп тұрдық. Жалпы енді мана айтып кеттім ғой, кішкентай кезімнен енді өнерге жақындау болдым. Биге болсын, ән болсын, бәріне де қатыстық. Сол студенттік өмірде өнерге дұрыстап қатысып көрейінші деп ойладым. Енді бірінші курсқа түскен кезде сұрайды ғой бәрінен жалпы, қандайға жақынсыңдар, не істей аласыңдар, қолдарыңда не келеді дегенде. Сол кезде енді айттым, осындай концерттер жүргізе аламын, ән айтамын деп. Сол кезде шақырды. КДМ деген болады, ұйым болады ғой жастардың. Соған шақырып, соған кіріп концерттер жүргізіп, университеттің көптеген іс-шараларға белсене қатыстық. Активист деген болады ғой, активист болсаң бір жағы жақсы, оқуыңа да көмектеседі, мұғалімдер де түсінеді, дайындалмай келсең бұл концертке қатысады деп қойып беретіндер де бар кейде. Сөйтіп көптеген концерттерге қатыстық. 2-ші курс басталды. 2-ші курста уже бір-бірін тани бастайды адамдар. Группаластарын тани бастайсың, уже бөліне бастайсыңдар, круг болып. Сол кездерде көптеген достар таптық. Біз өзіміз бір 10 шақты бала араластық студент кезде. Апат деп ат қойған болатынбыз өзімізге. Кезінде бірге жүріп, сол 10 шақты бала. Әр жақтың балалары, Ақтөбе, Алматы, Торғайдан біз, Шымкент, Арал деген секілді жерлерден барлығымыз бірге жүретінбіз ылғи. Жатақханада бірге тамақ ішіп, барлық қиыншылықтарды, қуаныштарды бірге көрдік десек те болады. Біреуіміз бір қиындық болса, әйтеуір жұмыла кетіп көмектесетінбіз бір-бірімізге. Ақша керек болса, ақша жинап беріп, әйтеуір. Біреу мысалы жарысқа қатысса, барлығымыз жүреміз. Мысалы біреу қатысады, барлығымыз бір 10 шақты болады, сол артында жүгіріп, шашбауын көтеріп деген секілді жүретінбіз. Енді студенттік өмірде жалпы 2-ші курс 4 жылдың ішінде көптеген нәрсеге үйрендік. Жауапкершілік, өтірік айтпау деген секілді. 2-ші курс или 3-ші курста журналистикаға барғым келді. Біз өйткені айтты, сендер мұғалім де боласыңдар, басқа да салаға барасыңдар деген сияқты, журналист те боласыңдар деп айтты. Содан кейін журналистикаға барғым келді. Онда енді біздің жақтың, осы жақтың адамдар жасайды, жұмыс жасаған. Бауыржан Бөгенбай, Айдана Өміржан, солар жұмыс істеді. Сол кезде барып көрдім, кастингтер болды әртүрлі. Барасың, текст береді саған, оқисың камераның алдында. Басында оқығандар дірілдеп, сондай қорқып оқитынбыз. Сосын көрді, келіп көр, қатысып көрді. Бардым, камераның алдына отырғызды, бір текст берді, сюжет. Оқып көрдік. Сосын стажировкаға келді. Стажировкадан өтіп, 1-2 жылдай жұмыс жасадым. 3-ші, 4-ші курстарда журналистикада диктор болып, жаңалықтар, тобылтаңына шығып. Ол жұмыстардан көптеген қызықтар болады. Жаңалыққа үлгермей қалып, немесе эфирге кешігіп қалатындай кездер болды. Сондай кезде ұйықтап қалған кездер де болды. Түлектерге, мені қарындастарыма жүректен нені қалайды, соны жасаңдар дегім келеді. Ертең ол жейтін наның, сен
жұмысың егер сен оны мысалы қызметіңді сүйіп жасамасаң саған ләззат бермейді да. Мысалы өзің ішкі рухани ләззат аласың сүйікті жұмысыңды жасасаң. Сондықтан жүректеріңнен қалайды, соны жасаңдар деп айтқым келеді. Жасамасаңдар да соған талпынып, әйтеуір қолдарыңнан келмесе де барлығында жасап тырысып көру керек. Сүйікті сол мамандығыңа жақын мамандықтарды таңдап, соған қарай жақындап дегендей. Достарыма келетін болсақ, әр кезеңнің өзінің керемет естеліктерімен есте қалатын достары бар. Балалық шақта бірге өскен достар, мектеп кезіндегі достар, қызметтес достар да бар. Студенттік өмірдегі 4 жылдың ыстығы мен суығына шыдаған достар да бар. Достарым көп деп айтсам болады. Дос енді нағыз досты қиыншылықта көресің дейді ғой. Бірақ енді аса бір басымнан қиыншылықтар өткен жоқ. Қуанышым болсын, шамалы бір қиындықтарда болсын, достарым шүкір жанымда болды, қолдауын көрсетіп, рухани жағынан болсын, материалдық жағынан болсын, әйтеуір ақыл кеңестерін айтып жүрген достарым бар, шүкір. Қазіргі уақытта енді көп достарым бар. Араласпай кеткенде достар бар, мысалы сөйлеспей кетсең де олар бәрібір жүректе болады да. Бәрібір сағынасың, көрген кезде бәрібір бірге жүресіңдер. Енді қазір досқа ренжуге болмайды деп айтады ғой. Қазір енді үлкен өмірге келгеннен кейін бәрі де жұмыс істеп жатыр дегендей, қызмет жасап жатыр, қол тимейді деген секілді. Адамның кім екенін білген кезде досына қара дейді ғой. Шүкір ортам жақсы, жаман қылықтары жоқ, адал достарым бар деп айтсам болады. Маған осындай бір көмек керек еді десең жүгіріп келетін достарым бар. Сондай достарымның барына шүкір деп айтқым келеді. Алғашқы алған жалақым қай кезде алған есімде жоқ. Бірақ жалақы алған кезде түсінесің да, ақшаның қалай келгенін, еңбекпен келгенін, оның бостан жұмсағыңда келмейді мысалға. Ата-анаңнан алған ақшаң ол кете береді да. Оны түсінбейсің да қадірін. Келеді, кетеді, әйтеуір жұмсайсың, ал жалпы өзің еңбектен тапқан ақшаңды енді қадірін түсінесің да. Ең басты қолдау ата-ананың қолдауы ғой, күшті. Ата-анаң бір күшті, сен бір жай сөзбен мақтап қалса да саған андай не да, мотивация береді да. Ата-ананың айтқан сөзі, жарайсың, молодец деп айтқан сөзінен шабыт аласың да, қолдау біліп. Ата-ананың сөзінен қолдау аласың да мысалға. Содан кейін достарым қолдайды мысалға. Мен жалпы қосымша енді видео саласымен де айналысам. Сол видео саласында мысалы жасаған видеоларымды үйдегілерге көрсетемін ата-анама. Ата-анам мақтайды, о жарайсың деп. Одан кейін шабыт алып, одан кейін жаңа неше түрлі фантазиялар келеді. Ата-анамның қолдауы бар, туысқандарымның қолдауы, достарымның қолдауы, өнерде жүрген ағаларым да бар, әпкелерім де бар. Сол кісілердің қолдауының арқасында осындай деңгейге жетіп отырық енді. Сұхбат беріп отыратындай. Темекі мен ішімдікті айтатын болсам, білмеймін, өз басым ешқайсында қолданып көрмеген, мүлдем. Денсаулыққа зиян ғой негізі. Шекпенді ештеңе. Болашақ журналист, диктор боламын деуші іні қарындастарым, болашақ түлектерге айтарым. Көбірек ізденіңдер, көркем шығарманы көбірек оқыңдар. Себебі жалпы өнер адамдарына болсын, журналистикаға да болсын, басты құрал тіл болып табылады. Сөйлей алу керексің, орынды сөйлей білу керексің, дұрыс сөйлей білу керексің. Сценарий, сюжет, соның барлығын жаза алу керексің ғой жалпы. Сондықтан да көркем шығарманы көбірек оқып, білімді көбірек жетілдіру керек. Содан кейін сен мықты журналист те, мықты диктор да бола аласың. Ал диктор болу үшін қазір 21 ғасыр әлеуметтік желілерде көптеген жаттығулар бар. Яғни дұрыс сөйлей білудің ауыз қуысына арналған жаттығулар, тынысты дұрыс алу жаттығулары. Жалпы осы тыныс алу болсын, ауыз қуыс болсын, соның барлығы да қатты әсер етеді. Яғни сен сөйлеген кезде демді дұрыс алуың да ол басты ерекшелік болып табылады. Менің үйірмемде осы
дауыс қоюға қатысты көптеген жаттығуларды үйретемін. Жас мектеп оқушыларына, болашақ журналист болам деушілерге осы журналистика саласының қыр-сырларын айтып, балаларды қызықтырып, сол салаға шақырам. Мен өзім осы 1-2 жыл журналистика саласында қызмет жасадым. Ондағы басты ерекшелік сол сенің мәтін жаза білу керексің. Сен ол жерде мысалға құр әдемі түріңмен құр сөйлей беру, жазып берген нәрсені оқи беру деген керек емес. Олар бірден айтады, мысалға сен мәтін жаза алмасаң, сюжет жаза алмасаң, кете бер дегендей айтады. Сондықтан да жан-жақты болу керек, жақсы дұрыс сөйлей білу керек те, және де мәтінді дұрыс жаза білу керек. 10 жылдан кейінгі Айдос қай салада жүретінін білмеймін, бірақ журналистика саласында жүрсе деп ойлаймын. Белгілі бір телеарнаның дикторы, я болмаса журналисті қызметінде көрем. Жалпы 10 жылдан кейін ата-анам бірге болса деп армандаймын. Және де болашақ әйелім болса, бала-шағам болса деп солай деп елестетемін. Қай салада болмасын, әйтеуір адал қызмет атқарып, жұрттың, адамдардың ала жібін аттамай, өз кәсібімді адал атқарғым келеді. Мен сенем ата-анамның үмітін ақтайтынына, және де болашақта мықты маман болатыныма, және де осы мен сенем жобасы жақсы бір үлкен жобаға айналатынына сенем. Мен сенем жобасына үлкен рахмет шақырғандарыңызға. Енді сұрақтарыңызға жауап берген жерлерінде қате кемшіліктер болып жатса, кешірерсіздер деген ойдамын. Алдағы уақытта да жақсы адамдармен жақсы сүбелі ой салатын сұхбаттарыңыз болады деген ойдамын. Алдағы уақытта сіздерге тек қана сәттілік тілеймін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Осы бір қазіргі таңда қиын кезең болып жатыр ғой. Жаман індет келіп, сол індеттен барлығымыз аман есен шығып, баяғы бейбіт өмірімізге оралсақ деген тілегім бар. Сіздермен бірге болған мен Айдос Жанайұлы. Қуанышты күндерде жолыққанша сау болыңыздар.